Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Python бағдарлама тілінің 14-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз ерекшеліктер жайлы айтып өтеміз. Ерекшеліктер орысша исключение, ағылшынша exceptions деген білдіреді. Ол не үшін керек? Ол қателіктерді ұстау және туралау үшін, яғни қателіктерді исправить ету үшін. И бізде мынандай нәрсе қазір сабақ 14-ке файл создать етейік. Сабақ 14.py. Бұл не үшін керек десеңіздер, мынандай нәрсе бар еді. Егер бізде print деймізді 15 деген санды нөлге берсек, бізде ошибка болу керек. Қазір қарайтын болсаңыздар. Мына zero division error деген ошибка болады. И осындайды ошибканы біз шығармас үшін, то есть мысалы қараңыздар, мына ошибканы любой адам түсіне береді. Мысалы, любой адам түсіне бермейді, өйткені мына жерде ағылшынша жазылған, оны қарапайым сіздің программаңыз кейін қолданатын адамдар үшін түсінікті жазу үшін біз мынандай try catch деген нәрсені пайдаланамыз. Егер де қазір қараңыздар, print 15 бөлінген 0 деймді, и catch арқылы осыны try catch деп қойған, try except, просто try catch деген неде C#-та сондай, сонымен шырастырып жатыр екен. Try except, и бізде print деймізді сан 0-ге бөлінбейді дейміз. Осындай сообщение шығарамыз. И қазір тексеріп қарайтын болсаңыздар, мына үстіндегісін өшіріп қою керек, чтобы программа дұрыс істеу үшін. И қараңыздар, сан 0-ге бөлінбейді деп тұр. Бізде біріншісінде мынандай ошибка шығарған еді, мынандай. Екіншісінде уже шығармай тұр. То есть біз мынау try арқылы ошибканы ұстап алдық та, exceptпен соны тураладық, типа тураламасақ та мына жерде просто хабарландыру шығарып тұрмыз. Кейін сіздер просто программа жазған кезде осындай ошибкалерді ұстап алу үшін осындай try except пайдаланасыздар. И мынау finally деген просто мынандай нәрсе, ол қараңыздар, мына жерде tryда только мына жерде ғана код орындалатын болса, exceptте егер мынандай ошибка пайда болса, except ешқандай ошибка пайда болмаса, мына except бізде ешқашан орындалмайды. Қазір қараңыздар, 15-ті 5-ке бөлетін бір программа жазамын да, и соны қазір запускать етіп қарайтын болсаңыздар, ол бізде міне 15-те 0 деп дұрыс шығарып тұр, бірақ мынау сөзді ешқашан шығармайды бізге, өйткені мынау tryдың ішінде ешқандай ошибка болмаса, онда мынау except ешқашан орындалмайды. Ал егер де мысалы қазір ошибка болатын болса, мынау наоборот tryдың іші орындалмайды да, мына жерде орындалғанның өзінде бізге ескі экранға ештеңе шығарып тұрған жоқ, print арқылы. Просто бізге except'тің іші орындалып тұр. Ал үшінші нәрсесі бар, finally деген, ол ешқандай нәрсеге қарамайды. Мынандай finally деп жазып беретін болсам, үлкен әріптермен чтобы көріну үшін. Қараңыздар, сан 0-ге бөлінбейді деген except орындалған кезде де finally көрсетіп тұр да. Ал егер қазір қараңыздар, 15-ті 1-ге бөлсек дұрыс болады, ол кезде мынандай 15-ті 0-ге бөліп тұр, дұрыс шығып тұр, бірақ try кездің өзінде де finally по-любому шығып тұр. То есть мынау не зависимости, то есть мына үсті орындалып жатыр ма, орындалып жатқан жоқ па, қайсысы қате болды, қайсысы қате болмады деген, онда ешқайсысына қарамайды да, finally-тың ішінде жазылған нәрсе ол постоянно орындалатын болады. Finally сол үшін керек. И келесі айтып кететін нәрсе бізде rise exception, то есть ерекшеліктерді генерациялау дейді. Егер де қараңыздар, біз мынаны print деймізді 15 бөлінген 5 деймізді, и мына жерде қазір орындайтын болсақ, ол бәрі дұрыс орындалып тұр. Егер де біз ошибка шығару үшін мынандай rise exception деймізді, ішіне сообщение жазып кетеміз, типа қателік анықталды деп. Міне мынандай ошибка пайда болды, міне қарайтын болсаңыздар, міне exception қателік анықталды деп тұр. И одан кейін мынандай нәрселер де бар. Қараңыздар, мынау print'ді не қылатын болсаңыздар, экран іздейтін болсаңыздар, қараңыз, name error деген нәрсе шықты. И осындай нәрсе бізде Python'да мынандай нәрселер бар. Python иерархия исключений деген нәрсе бар. И осыны қарайтын болсаңыздар, міне осының иерархиясы бар, міне base exception. Мына ішіне қазір name exception болу керек, бір жерінде name error. И міне қараңыздар, name error'ды іздейтін болсаңыздар, ол мына жерде не найдено,
переменный с таким именем деген тұр. Осындай нәрселерді білсеңіз, іздеп қарасаңыздар болады, чтобы осындай именно керекті исключениені ұстап алу үшін. Қысқаша жалпы осылай, exception жайлы ол өте үлкен тақырыпта емес. Білу керек нәрселер try, except, final, write exception. И мынау жаңағыдегі иерархиясын білсеңіздер, и осыны ұстап алу үшін пайдалануға болады. Қысқаша осындай, келесі сұрақта жолыққанша сау болыңыздар.